Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін біз Астана қаласындамыз. Астана қаласында азаматтармен кездесіп отырмыз. Бүгін жұмыссыздық жайында айттық қой бүгін. Неліктен жұмыссыздық болып отыр Қазақстанда? Өйткені монополистер. Монополист дегенде монополист, ұры монополисттік жүйе құрылған. Оған шенеуніктердің қатынасы бар. Шенеуніктер өзінің жағы белгілі бір саланың мәселесінде монополия жасайды. Яғни өзінің компанияларын кіргізіп, фирмаларын, шағын орта кәсіпкерлердің өздерінің жағы таныстарын фирмасын кіргізіп, сол арқылы ақша табудың жолдарын іздестіреді. Мысалға қараңыз, біз қазір Астанадамыз. Астанаға газификация болып жүріп жатыр, газды өткізу, газды әкелу туралы біздің екі партия кезінде 2017 жылы көтерді. Сол себептен газификация келді. Бірақ неліктен шағын орта кәсіпкерлікке жұмыс жасауға мүмкіндік берілмей отыр әкімшілікпен? Түсініксіз жағдай. Осы туралы қазір біз арнайы келіп отырған осы саланың азаматтарымен сөйлесіп отырмыз. Ерғали мырза. Ерғали? Сіз әкімшілікке қатты жібердіңіз ғой, да? Не дейді сонда? Не үшін сізге бермей жатыр? Объемды айтыңызшы осы. Әлі жауап берілген жоқ. Жауабын күтіп отырмыз. Сіз қандай жұмыс ететінін соны айтып беріңізші, бір толықтау. Жер үйлерге газ тарту мәселесі. Неліктен сіз әкімшілікке барып жатсыз? Әкімшіліктің реестр бар екен. Ол реестрде болмаса жұмыс берілмейді. Жұмыс реестр жасап қойған ба сонда олар? Ой, қу әкім екен ғой мынау. Солай жасап сіздерге объем бермей отыр да сонда? Реестрге тіркелу керек екен. Тіркелмесе жұмыс істеуге болмайды дейді. Сұмдық. Ал сізде бірақ барлық техника, барлық мүмкіндік, адамдар бәрі бар ғой сізде. Не үшін онда сіз барып жұмыс істей беруіңіз керек қой? Не үшін онда реестрге тіркелуіңіз керек сіз? Солай келістіріп қойған, солай жазылған. Талап солай екен. Бұл сұмдық ағайын, көрдіңіздер ме? Жастарға жұмыс еткізбейді. Жаңа бүгін жұмыссыздық жайында айттық қой, әкімшіліктің жасап отқан монополиялық мәселесі өте қиын. Көрдіңіздер ме? Бұл не ол реестр деген ондай сұмдықты жасап монополизерте тұтқан бұл сұмдық екен. Болатбек мырза, сіз енді қоғамда белгілі жігітсіз, тәуелсіз бақылаушылардың мүшесі болдыңыз, талай қызмет еттіңіз. Осы, сізде сол объем алып, өзіңізге кішкентай жұмыс жасап, енді кішігірім ақша тапсам деп отырсыз ғой. Нағып объем аламай өтсіз, неліктен? Бұл газ барып, сіздің адамдарыңыз бар, техникаңыз бар, барып объемды алып жасай беру керек қой. Енді ол жерде айтылғандай реестр протоколға ену керек әкімшіліктің протоколында болмаса, лицензияңыз болса да, ол жұмысты ала алмайсыз. Өйткені олар өздері 4-5 фирмасын өздерін қойған, оларға барып субподрядчик болып істеу болады. Бірақ сіз өзіңіз тікелей адамдармен істей алмайсыз, өйткені сізде лицензия болмайды. Ал не үшін жасаған? Сонда не? Олар сонда сізге сенімсіздік көрсетіп отыр ма? Сіздің техникаңызға жұмыс жасау сол үшін істеп отыр ма? Олар не үшін олай? Олардың өздері жауап береді, не үшін? Бірақ бізде ол таза монополия ғой. Таза монополия, өйткені ол ұрлық қой. Олар әдейі нарықты жауып тастау үшін, бөтендер кірмей үшін арнайы жасап отыр. Оның үстіне енді коррупирование дейді ғой. Қанша ақша сұрады? Сұрап отыр дейді ғой ақша. Әкімшілік реестрге өткізу үшін фирмалар жұмсал үшін. Нақтылап ештеңе сұрамайды ғой. Енді қағаз берген $1000 алады деп естіп отырмыз. Жауабын күтеміз, сіз не деп беретін. Енді сіздің жауабыңызға айтады, сізге болмайды деп жауап береді. Болмайды деп берсе, енді біз одан әрі қарай хат жазып, соң тағы да болмайды деп жазады. Президент те жазып береді сізге, болмайды деп жазып береді. Сонда не істейсіз? Жүре бересіз ба? Жоқ, жүре бермейміз. Неге? Біз енді бастамасын қағаз жүзінде береміз барлығын, заң жүзінде. Егер де бермей жатса, енді біз сияқты көп азаматтар көп ол жерде жұмыс ала алмай жүрген. Митинг ұйымдастырып, осы неге қол жетімсіз? Неге бір саналған адамға... Онда митинг ұйымдастырайық, митинг келесі аптада қалай жасаймыз ба? Онда өздеріңіз сияқты. Жоқ, ол реестрді алып тастауымыз керек, қажет не оны? Реестр болмау керек.
керек. Реестрді қажет не? Кімде лицензиясы бар, барып істей беру керек. Иә, әрине. Халықпен барып кездесіп, ол бар адаммен барып, ол тікелей жұмыс істей беру керек, халықпен жұмыс істей беру керек. Сіз кішкене толықтау түсіндіріп айтыңызшы осы туралы, жаңағы қандай жұмыс ол, қандай не халыққа түсінікті болу үшін? Халыққа түсінікті болу үшін, ол енді мына жер үйдегілерге газ тарту, қазір ол халықпен, былай айтқанда, жер иегесімен бірден келісуге. Өйткені лицензияңыз болса, газды үйіне тартып, үйінің алдына дейін келіп тұр, ол үйіне кіргізе алмайды. Өйткені оны бір жаңағы белгілі бір 4-5 фирма ғана жұмыс жасайды, олар бірақ өздері баға қойып алған, кәдімгі үлкен бағаларды. Ол басқа адам барса, лицензиясымен басқасымен оны ешкім кіргізбейді. Өйткені оларға әкімшілік кіргізбейді, әкім. Көлгеновтің әкімі, иә, Көлгеновтің. Көлгеновтің әкімшілігі болса, ол сіздің еще мына Қазтрансгаз аймақ деген де бар. Ол сізден қабылдайтын, ол сіздің егер әкімшілікте рейестрде болмасаңыз, протоколда, олар сізден қабылдамайды, лицензияңыз болса да. Сізге кім рұқсат берді оны істеу үшін дейді. Бірақ лицензияңыз бар, бірақ әкімшіліктің рейестрінде жоқ, содан істей алмайсыз. Бұл енді әкімшіліктің жасап отқан ұры жүйесі ғой, ұрылық. Ақша табу өздерінің адамдарын ғана істеткізу. Оларды қандай құқығы бар, құқығы жоқ қой бұған. Оларды сотқа беру керек, әкімді. Бұл деген сұмдық. Ерғали, сіздің ойыңыз қалай? Сіз енді осы саланың енді мамансыз ғой, енді қалай, бұл сұмдыққа қалай төтеп береміз? Заң жүзінде? Қалай заң жүзінде? Заңға жауап береді, болмайды дейді. Тек қана бұл жерде халыққа митингке шығу керек, шеруге шығу керек, басқа жол жоқ. Халықты естімейді. Солай ғой. Ал онда келесі аптада осы әкімшіліктің қасынан онда бәріміз бір митинг жасап, осыны өткізейік. Құрметті ағайын, міне сұмдық деген осы ғой. Сұмдық, міне біздің жанымыз қайнайтын осы. Не үшін Қазақстанда жұмыс жасайым деген адам, еңбек етем деген адам еңбек ете алмайды? Не үшін оларға ондай бюрократия жасақ болған? Әкімшіліктен тіркеуден өту керек регистр. Как будто әкімшілікте соның мамандары отырғандай. Мамандар жоқ қой жерде, газификация, құрылыс мамандар жоқ қой. Яғни олар тек қана нарықты өздерінің фирмаларына беріп, ақша табудың жолын жасақ қойған. Монополия, мафия. Қайда біздің? Қайда естуші мемлекетіміз? Қайда біздің президент әкімшілігі? Бұны сұмдық қой. Бұл шағын, әрине халық далаға шығады, көшеге шығады, жынданады халық. Бұл сұмдық қой. Бұлардың не? Бұл билікті қолдарыңа алып, бәрін барға монополизировать етіп, жұмыс жасайым деген адамдарға жұмыс бермей отырсыңдар. Бұлардың сұмдық қой. Сондықтан, міне келесі аптада әлеуметтік экологиялық партияны ұйымдастырумен келесі аптада әкімшіліктің алдында біз митинг өткіземіз. Монополистерге қарсы әкімшіліктің жаңағы осындай монополия, бюрократиялық істеріне қарсы осы митинг өткіземіз. Құрметті ағайын, қолдаңыздар, бірге осы уақытта осы мәселені соңына дейін шешуіміз керек. Міне, негізгі ұйымдастырушысы Болатбек, Ерғали, міне жігіттер қосылады, Төлеген, біз осы мәселені қолға алып, мәселенің шешімін табамыз. Реестр дегенді алып тастамыз. Керек емес сондай реестр деген. Бітті.